Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын ірімшіктен жасалған тіске басар дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге үкіштен өткізілген ірімшік, жұмыртқа және де ұн қажет болады. Барлығын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі етіп шариктер жасаймыз. Көлемін кішілеу етіп жасаймыз, себебі бізде қазір майға қуырылған кезде шариктеріміз өсетін болады. Шариктерімізді аунатқанға бізге ұн, жұмыртқа және де панировочный сухари қажет. Міне біздің шариктеріміз дайын. Енді қызып тұрған майға 10 секундтай тез-тез араластырып қуырып аламыз.
Міне біздің ерекше түске басарларымыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.